Бала қиялына шектеу қоймаңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен бала қиялын дамытуға арналған ойын түрлерін ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрбір ата-ана баланың жан-жақты дамығанын қалайды, сол себепті үйірмелерге апарады. Осының нәтижесінде баланың достарымен ойнайтын және қиялына ерік беретін уақыты да болмайды. Баланың қиялын дамытуға арналған ойын түрлері. Бірінші, балаңыздың қолына кез келген парақты ұсыныңыз және оның ішінде бір фигура болсын. Бала осы суретті ары қарай жалғастырсын. Сурет салынып болған соң, суреттің не туралы екенін түсіндіріңіз, бірге талқылаңыз. Екінші, балаңызбен бірге ойдан ертегі құрастырыңыз. Бірінші кезеңде балаңыз ертегінің атын ойлап тапса, екінші кезеңде ертегі әрі қарай өз ойымен жалғастырсын. Үшінші, балаңызбен құпия тілде сөйлесіңіз. Балаңыз екеуіңізге ортақ құпия тіл ойлап табыңыз. Төртінші, алфавиттің белгілі бір тұсындағы әріпті белгілеп алып, сол әріпке қатысты бір-бірлеріңізге көптеген мәліметтер жазыңыз, хат жазыңыз, бірге кітап оқыңыз. Осы арқылы баланың шығармашылығы шыңдалатыны сөзсіз. Сіздермен болған Әсем Нұр. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен де бөлісе отырыңыз.